Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Танымал тележүргізуші Диана Скатова Instagram парақшасында былай деді: өмірде әрдайым таңдау бар. Кез келген сәтте кез келген адамда. Біреуді алдамау таңдау, адамдықтан аттамау таңдау, арыңды таза ұстау таңдау, момышыл айтқандай намысты нанға сатпау, ол да таңдау. Адал болу таңдау, арам болмау таңдау, Құдайға сену таңдау, Алладан алыс болу таңдау. Жалпы адам баласына берілген таңдау өз еркімізде. Ал бүгінде заманауи қоғамда әсіресе қыз бала үшін өте күрделі таңдау тағы тұр. Ол жар таңдау. Адам өзін ақымақ санамайды ғой, қателесіп қалам деп ойламайды, немесе ойламады. Салтанаттың жағдайына дейін енді елде дабыл қағылуда. Сау ара қатынас құрыңыздар, басқасынан қашыңыздар, зорлыққа көнбеңіздер, зорланғанды, ұрғанды кешірмеңіздер дейді түйім жұрт. Біле білсеңіздер, бұл да таңдау. Тәжірибе көрсеткенде адам өзіне түсініп, оң-тауып жасамайынша айналадағылар қанша шырылдасын, ешкім құтқара алмайды екен. Сол үшін сақ болыңыздар қыздар, көздеріңізді шел басып қалмасын. Салтанатта таңдау болды ма, болмады ма білмеймін, бірақ Бишімбаевта таңдаудың болғаны хақ. Көріп келген емес, жедел жәрдемге хабарласу таңдауы, соққыға жықпау таңдауы, қорламау таңдауы, жала жаппау таңдауы, мойында шындықты айту таңдауы, марқұмның жақындарынан кешірім сұрау таңдауы. Бірақ сосын тағы жар таңдауда ең маңыздысы, ең басты қағида менің жеке пайымым бойынша жарыңның құдайшылығы, жүрегінде Құдайы бар, жаратушысынан қорқатын ер ең дұрыс таңдау. Неге екенін түсіндірмесем де белгілі шығар. Мәселе намаз діншілікте емес, жалпы болмыста, адамның табиғатында. Ал үлде ма білде де ораса болды. Нағыз махаббат осы екен деп қана таңдау жасау, ол да таңдау. Бірақ дұрыс па? Сот ханымда да таңдау бар. Ол таңдауды ел күтуде, және ол дұрыс таңдау болса екен деп күтілуде. Қазақстандағы мыңдаған салтанаттар үшін дұрыс таңдау болса екен, елімізде жүздеген қуандықтар үшін де. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.